Бұл болас деп аталатын өрмекші. Ол басқа өрмекшілер сияқты өрмек тоқып әуре болмайды. Өзінен тек бір ғана жіп шығарып, оның түбіне жабысқақ сұйықтық бөледі. Содан кейін оны ары бері сермеп, көбелектерді аулайтын болады. Мына өрмекшінің де өз аулау әдісі бар. Ол аяқтарына арнайы тор жасап, құрбандарын күтеді. Қандай да бір жәндіктер жақындаған сәтте жоғарыдан тап беріп, торына орап алады. Өрмекшілердің жәндіктерді аулау үшін тор жасайтынын білеміз. Алайда мына өрмекші өзінің торына басқа тіршілік иелерін аулайтын болады. Нақтырақ айтқанда жарқанаттар мен әртүрлі ұсақ құстарды. Бұл өрмекшінің өрмегі өте мықты болады. Тарантула да бұл ортадан қалыспай өзінің аңшылық қабілетімен бөлісті. Оның құрбанына ойламаған жерден жылан айналды. Бұл жағдайға жыланның өзі де таң қалған сияқты. Сен жылан ауласаң, мен балық аулаймын деп өрмекшінің мына түрі өзінің ұзын аяқтарының арқасында су үстінде еркін қозғала алады. Бұл өрмекші өзінен 4 есе үлкен балықтарды аулайды. Ал мынау ардирод өрмекшісі, ол аңшылық үшін өрмек тоқып мүлдем бас қатырмайды. Ол өзінен әлдеқайда үлкен өрмекшілердің ұясына ілінген құрбандарды ұрлайтын болады. Торға түскен шыбындар қозғалғанда дірілдер арқылы ұяның иесіне жетпес үшін мына кішкентай өрмекші жіптерді жан жағынан кесіп тастайды. Содан кейін шыбынды өлтіріп, өзімен бірге алып кетеді. Бұл шаян тәрізді өрмекші өзінің тамаша бүркемеленуінің арқасында гүл үстіне қонған жәндіктерді аулайтын болады. Әсіресе аралар осы өрмекші бар гүлге көп қонып, оның құрбанына айналады екен. Егер гүлге ультра күлгін сәулемен қарайтын болсақ, онда гүлдерден ақ түсті аймақтарды байқауға болады. Ақ түс аралардың ең жақсы көретін түстерінің бірі. Өрмекші де бұны жақсы пайдаланады. Ол гүлдегі сол аймақтарға әдейі жайғасады, және ол жер өрмекшінің түсімен байланысып, ақ түсті одан сайын жылтыратып көрсете бастайды. Бұны көрген аралар гүлге қонған сәтте өрмекшінің жеміне айналады. Африкада мынандай бір өрмекшінің ерекше ұясын кездестіруге болады. Өрмекке ілініп тұрған құм мен тастардан құралған шарлар, және олар бұл жерлерде өте көп кездеседі. Бұнда ерекше ұяның иелері соның ішінде өмір сүреді. Ішіндегі өрмекшілер сыртқа тек түнгі уақытта шығады. Бұл олар үшін өз құрбандарын аулайтын уақыт. Әрбір өрмекші өз өрмектерін төмен қарай балық аулайтын қармақ секілді жіберіп қояды. Ол жерге қандайда бір құмырсқа жақындайтын болса, онда ол сол өрмектердің біріне жабысып қалады. Оны байқаған өрмекші сол сәтте оны жоғары қарай көтеріп алады. Түнде осылай өрмекші бірнеше құмырсқаларды өз тұзақтарына түсіреді. Намиб шөл даласы жер бетіндегі ең көне шөл дала. Қазір бұл жерде түскі уақыт өте ыстық, және кейбір жануарлар ондай кезде құмның арасына жасырынады. Ал мына өрмекші бұл әдісті тек ыстықтан қорғану үшін емес, басқа мақсатта да қолданады. Ол ыстыққа шыдамды болып келеді. Сондықтан құмның беткі қабатына көрпемен жамылғандай жатып, өзіне қарай келетін құрбандарын күтеді. Өкінішке орай құмырсқалардың бірінің жолы болмады. Ол дәл қазір әлгі өрмекші жатқан құмның үстін басып қалды. Демек, ол бүгін өрмекшінің түскі асына айналады. Таныс болыңыздар, бұл бір қазан деп аталатын өрмекші, және оның өте үлкен, құстардың тұмсығына ұқсас ауызы бар. Дәл қазір өзінің кезекті құрбанына айналатын өрмекшіні іздестіруде, ол аңшылықты қулығы арқылы жүзеге асыратын болады. Міне, кешкі асқа айналатын өрмекші анықталды, бірақ ол өзінің өте жабысқақ өрмегімен қорғанған. Солтүстік Американың түні жарқырау қоңыздар үшін жұлдызды сәт. Бұл қоңыздар жарық шашу арқылы бір-бірімен танысады. Яғни ұрғашы қоңыз жарық шашып белгі берген сәтте оның алдына бірнеше еркек қоңыздар жетеледі. Олар да жауап ретінде жарықтарын шашады. Осының арқасында ағаштар арасында осындай ерекше көрініс пайда болады. Алайда бұлардың романтикасын өз пайдасына қолданатын біреу бар. Ол әдеттегідей данышпан өрмекші. Олардың өрмектері жарқырау қоңыздар үшін ұсақ. Оның өрмегіне ұрғашы қоңыз түскен жағдайда ол бірден барып оны өрмегімен орап тастайды. Ал қоңыз болса өз жарық шашуын жалғастыра береді.
Бұл жарықты көрген аталық қоңыздар белгі ретінде қабылдап ұшып келеді, бірақ олар өкінішке орай өрмекшінің құрған тұзағына түсіп қалады. Дәл осындай әдістің арқасында өрмекші өзінің өрмегіне біраз жарқырауық қоңыздарды аулайды. Қамыстар арасындағы қызықты көрініс. Ол жерде дәл осындай қамыс жапырақтарының әдемі түрде бүгілгендерін байқауға болады. Бұл мына бір кішкентай өрмекшінің ісі болып табылады. Ұрғашы өрмекші өрмегімен ұяны нағыз шеберлікпен құрастырады. Содан кейін оның ішіне жұмыртқаларын салып және өзі сол ұяның ішінде болашақ ұрпақтарымен бірге қалады. Арада біраз уақыт өткен соң қапшықтың ішінен көптеген кішкентай өрмекшілер шығады. Енді олар өмір сүру үшін қоректенулері керек, бірақ олар әлі өздері аулап жеуге дайын емес. Бұның шешімі ретінде ұрғашы өрмекші өзін құрбан етеді, яғни балалар оны тірідей жейді. Ол өзін толық жеп біткенше қимылдамай тұрады. Кішкентайлардың әрі қарай жетілулері үшін осындай қадамға барады. Содан кейін кішкентай өрмекшілер өсіп, ұяны жарып сыртқа шығады. Әлгі өрмекшінің өмірі қиын десеңіз қателесесіз. Себебі, мына жақта стеатод өрмекшілері жарыққа шыққан сәттен бастап бір-бірін жеуді бастайды. Олар нағыз каннибалдар болып табылады. Бұндай отбасылық түскі астан ұрғашы өрмекші қаша жөнеледі, бірақ оның соңынан қалған өрмекшілер түседі. Өкінішке орай оның ары қарай жолы жоқ. Осымен бәрі біткен сияқты көрінеді, алайда ұрғашы өрмекшінің олардан құтылатын жолы бар. Ол теріс зарядталған өрмекті оң зарядталған атмосфераға шығарады. Соның арқасында оны жоғары қарай көтереді. Бұл өрмекші физика заңдарын пайдаланады. Биікке көтерілген сәттен бастап оны жел басқа бағытқа қарай айдап алып кетеді. Олар мыңдаған шақырым жерге дейін ұзап кетуі мүмкін. Мына қызық көрініске қараңыздар. Өрмекшінің назарын бірі өзіне аударғысы келеді. Бұл тағы не қылған нәрсе екен? Анықтап қарайтын болсақ, бұл аталық өрмекші үлпілдеген аяғымен ұрғашы өрмекшіні тексеруде. Бұлай тексерудің мақсаты ұрғашы өрмекші аталыққа қарағанда үлкен болып келеді және оны жеп қоюы әбден мүмкін. Сондықтан ол ұрғашының оған деген көзқарасы дұрыс екеніне көз жеткізу үшін осындай әрекетке барады. Бұл ұрғашы өрмекші тексерістен өте алмады, өйткені ол оған шабуыл жасамақ болды. Енді бұл сәлемін басқа ұрғашыға жолдап көрмеді. Және бұл ұрғашы оған қарсылық білдірмей, өз жайында қозғалыссыз тұрып, оның сәлемін қабыл алды. Дәл осындай әдіспен ол өзін аман сақтап, өзіне лайықты жұбын табады. Таныс болыңыздар, бұл құмырсқа жейтін өрмекші. Және оның өз қорегін аулау әдісі сізді таңғалдырады. Ол құмырсқалар арасында жүріп тәуекелге барады, себебі оны анықтаса оны өлтіреді. Өрмекші жалғыз жүрген олжасының артынан келіп тістейді, және сол сәтте оның әсерінен құмырсқа өледі. Енді құмырсқаны алып бұл жерден кету керек. Ол үшін өрмекші өлі құмырсқаның астына кіріп, өзін барынша жасырады. Өзінің қулығының арқасында жұмыс істеп жүрген құмырсқаның кейпіне еніп, күдік тудырмастай етіп олардың алдынан айналып өтеді. Мұртшасындағы құмырсқаның иісінің арқасында оны ешкім анықтай алмайды. Тексерістен аман есен өткен өрмекші түскі асымен бірге қауіпсіз жерге жайғасады. Ол құмырсқаның денесінен барлық шырындарын сорып, тек сыртқы қабығын қалдырады. Осыдан кейін өрмекші өз ұясына ешкім байқамайтындай етіп жасырынады. Дәл осымен біздің видеода өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет. Видео қызықты әрі пайдалы болса, арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпа. Келесі кездескенше сау болыңыздар.